Сәлеметсіздер ме? Мына бір оқу жылы да аяқталып қалды. Ендігі алдағы үлкен міндет 9 және 11 сыныптың оқушыларын мемлекеттік емтиханға дайындау. Солай емес пе, әріптестер? Осы дайындық барысында нені ескеруіміз керек? Мұғалімдер, ата-аналар тарапынан оқушылар қандай қолдау күтеді деп ойлайсыздар? Әрине, ол өзінің қиындығын түсінуі. Егер де оқушының мұғалімі және ата-анасы оқушы орындап отырған тапсырманың күрделілігін түсінсе, оқушы үшін ол да бір үлкен маңызды шара. Сондықтан да сіздерді, әріптестер және ата-аналар, жазу өнерінің қиын екендігімен таныстырғым келеді. Ендеше менің каналымда маңызды ақпараттарды бірге тыңдайық. Сонымен жазу неге қиын? Жазу адамзат мәдениеті дамуының ең биік көрсеткіші. Ол қалай пайда болды? Оның пайда болу себептері мынадай. Күнделікті өмірде ауызша қарым-қатынас жасау тиімсіз бола бастады. Себебі ауызша жақыннан тұрып қана сөйлесе аласың, алыста тұрып қарым-қатынас жасау мүмкін болмады. Ақпаратты сақтап отыру қажеттілігі туындады. Қасында жоқ адамдарға белгілі бір хабар, ақпаратты жеткізіп отыру қажет болды. Адам эволюциясымен байланысты. Ақыл ой мен санасының өсуі шығармашылықтың пайда болуына әкеп соқты. Алғашқы жазудың түрі пиктограмма, әрі жазу, әрі сурет өнері болды. Содан бері жазу әр кезде де оқушы сауаттылығының айнасындай. ЮНЕСКО-ның соңғы 10 жылдағы мынадай зерттеу нәтижесін бәріміздің білгеніміз жөн. Бұрынғы ғасырда ең сауатты адам оқи алатын, санай алатын адам болса, қазіргі күннің сауатты адамы өзінің ойын А4 қағазының екі бетіне берілген тақырып төңірегінде 10 минутта жазып бере алатын адам. Сол себепті де 2012 жылдан бері мектепті бітіру емтихандарында эссе жазу ендірілген. Бұған дейін де оқушылар 9 сыныпты бітіргенде, 11 сыныптың соңында мемлекеттік емтиханда жазу жазатын, ол шығарма болатын. Ал эссе мен шығарманың айырмашылығы туралы мен басқа видеода айтып беретін боламын. Енді жазу неге қиын? Адам неліктен жазуды қиынсынып, ауызша айта салуды қалайды? Әсіресе оқушылар жазуға берілген тапсырмаларды орындауға қиналады, немесе мүлде орындамайды деуге болады. Мен осы сұраққа мынадай жауапты ұсынғым келеді. Яғни жазудың қиын болу себебі ең алдымен адамзат баласының жазуды кеш игергенінен деуге болады. Ең бірінші адамзат ауызша сөйлеп айналасындағылармен қарым-қатынас жасады да жазуды кейінірек меңгерді. Қазақ жазуының басы да ауыз әдебиетінен кейін пайда болды емес пе? Алғашқы жазудың 5-7 ғасырлардағы Орхон-Енисей жазуларынан басталатыны бәрімізге белгілі. Оған дейін халқымыз өзінің бай ауыз әдебиеті арқылы бүкіл тұрмыс тіршілігін суреттеп отырған. Сол тасқа қашап жазылған көне түркі жазбалары рухани мәдениетіміздің жазбаша алғашқы қадамы. Екіншіден, адам баласы да өмірге келгенде бірден жаза бастамайды. Ол алдымен бесікте жатып естиді, одан кейін 2-3 жаста сөйлейді, айтады, мектеп жасына барғанда оқуды үйренеді, қолына қалам алып, содан кейін барып жазуға машықтана бастайды. Осы жерде мұғалімдер мен ата-аналарға бір кеңес айтқым келеді. Жазудың кеш игерілген дағды екенін ешқашан естен шығармаңыздар. Себебі оқушының жазуға талпынысын, мейлі ол әріптерді салу болсын, мейлі өзінің ойын жазған кез келген тапсырма болсын, жаман бағамен не теріс пікір айту арқылы оқушының қай кездегіде жазуын түкке тұрғысыз етер болсаңыз, оның ішкі уажын, яғни мотивациясын ешқашан оята алмай қалуыңыз мүмкін. Бұл сөйлей алмайтын баланы тілі жоқтық үшін жазғырғанмен, құлағы мүкіс баланы естімейтіні үшін жазғырғанмен бірдей. Осыны ескеріңізде, керісінше жазуға ынталандырудың әдіс тәсілдері арқылы әрбір жұмысына мақтау айтып, дұрыс бағыт беріп отырыңыз. Сонда сіздің оқушыңыз не балаңыз жазуды өзіне серік ететін бала болады. Ал жазуды өзіне серік еткен бала әрі шығармашылық қабілеттері ашылған, әрі өзімен өзі сырласа алатын сыршыл, әрі өз пікірін дәлелдей алатын өткір мінез иесі болып өсері хақ. Жазудың қызықты формалары өте көп екенін және әр баланың дарынды екенін ескерер болсақ, жазу шығармашылығын дамыту арқылы басқа қырлары да жақсара бастайтын оқушыларды тәрбиелей аламыз. Сонымен алдымызда отырған оқушылардан өзіңізден қолдау күтетінін және оларға керек көмекті дер кезінде бере алу керек екендігін естен шығармаңыз дегім келеді. Жазуға қызықтырайық.